Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Новики жалпы орта білім беретін мектептің 3-ші А сынып оқушысы Рысқали Наржан. Абай атамыздың 7-ші қара сөзі 1891 жыл. Жас бала анадан туған кезде екі түрлі мінезден туылады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары, бар болмаса тән-жанға қонақ үй бола алмайды. Хан өзі өспейді, қуат таппайды. Біреу білсем екен демекілік, не көрсе соған талпынып, шалтыр-жылтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, бетіне, тамағына басып қарап, сырына егер не болса, таусына толып. Онан жер жетіргенде ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп. Бұл немене? Бұл немене? Бұл неге үйтеді? Бұл неге бүйтеді? Деп көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап тыныштық таппайды. Мұның бәрін жан құмар дейді. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен. Ненің көрінген, хан көрінбеген сырын түгелдеп, ем болмаса денелі сипаттап білмесе, адамдықпен орны болмайды. Ол жан оны білмеген соң адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әдетте Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жаны үрей жаратқан әсерін, сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, ми толмаған, ессіз бала күніндегі. Ол немене? Бұл немене? Деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде ұйқы да, тамақта есімізден шыға кетеді ғой. Құмарымызды ер жеткен соң, ақыл кіргенде орнын тауып, ізденіп, кісісін тауып, сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол көрсетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді, тәннен жан артық еді. Тәнді жанға басыр сызырса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жанымызды жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш теңген соң біз оған билетпедік. Жанда тәнге басыр озып көрдік. Еш нәрсеге көңілмен қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің сыртын көргенге ақ тойдық. Бұны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса да ақпаймыз. Біреу ақыл айтып тұрса, ой, Тәңір-ай, кіміңе артық дейсің дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ақпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ, қыр көзбен ақ көрген біздің хайуаннан малдан неміз артық. Қайта жас күніміздегі жас емес пе едік? Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Ал біз түк білмейміз, білемін деп надандығымызды білімдікке бермей таласқанда, өлтірлерімізді білмей